Кайырлы күн достар, бүгін сіздермен тирамису тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге савоярди печеньесі, маскарпоне сыр, қант ұнтағы, жұмыртқа, какао ұнтағы және салқын кофе керек. Ең алдымен кремін жасаймыз. 4 жұмыртқаны ақ уыз мен сары уызынан ажыратып аламыз. Ажыратып алдық. Енді ақ уызды қант ұнтағының жартысымен миксермен араластырамыз. Алдымен ақ уыздың өзін араластырып, үстіне қант ұнтағын қосу керек. Сол кезде осындай аппақ болып көтеріліп шығады. Және де төңкергенде өз формасын ұстап тұрады. Сары уызды миксермен араластырамыз. Қалған қант ұнтағын қосып, қайтадан миксермен араластырамыз. Енді маскарпоне сырын біркелкі етіп, осылай қасықпен езіп аламыз. Үстіне сары уызды қосып араластырамыз. Блендердің көмегімен біркелкі етіп аламыз. Егер сізде блендер болмаса, вилкамен де араластыруға болады. Міне осындай біркелкі болды. Енді ақ уызды жаймен аз-аздап қосып араластырамыз. Сол кезде креміміз жеңіл әрі воздушный болады. Крем дайын болды. Енді савоярди печеньесін кофеге 1-2 секундқа салып алып, ыдысқа әдемілеп қойып шығамыз. Печеньені ыдысқа қойып шықтық. Енді үстіне крем жағамыз. Кремді жағып болған соң, үстінен қайтадан печеньені кофеге салып қойып шығамыз. Печеньені қойып шыққан соң, үстіне қайтадан кремді жағамыз. Сосын бетін тегістейміз. Бетіне какао ұнтағын себеміз. Тирамису тортымыз дайын болды. Сіздермен болған назірге маған лайк басып жазылуды ұмытпаңыздар. Алда әлі көп рецепттер болады. Сау болыңыздар.